Қуанасың сен де, қуанайық достарым, алға баққан әр күнге. Күніміз жарық болсын, күніміз сәтті болсын, әрқашан күлімізге тәтті бала болайық, тәттісіз бала болмайық. Өте жақсы, жарайсыңдар, отыра қойыңдар балалар. Барлықтарың бері қарай қарай қойыңдаршы балалар. Біз сауатташу сабағына қандай әріптерді өтті? Есіңізге түсірейікші. Мынау қай әріп? Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Сендер өткен әріптерді ұмытпапсыңдар. Ал енді балалар, мына тақтадағы суретке қарай қойыңдаршы. Мынау не суреті? Дұрыс айтасыңдар. Ал мынау тақтайы. Балалар осы сөздерді айтқан кезде қандай дыбысты бірінші естіп тұрсыңдар? Бірінші қай дыбыс естіп тұр? Тарақ, күлкі. Дұрыс айтасыңдар. Олай болса бүгін біз сендермен Т әрпімен таныс боламыз. Т дауыссыз дыбыс. Балалар, дауыссыз дыбыс қандай түспен белгіленеді? Өте жақсы. Олай болса бүгін сендермен жаңадан Т әрпімен таныс боламыз. Айтайықшы. Т. Таңнұр айта қойшы. Таңнұр Айсезім. Т деп айтайықшы. Т. Созылмайды. Қысқа ғана айтылады, иә балалар? Дауысты дыбыс болса, ол созылып айтылады. Дауыссыз дыбыстар созылмай қысқа айтылады екен. Өте жақсы. Сендер олай болса Т әрпін ауада жазып көрейікші. Көзімізді сызамыз, төбесінен тағы да бір қысқа сызамыз. Кішкентай Т-ны жазамыз. Көзі сызып, қысқа ғана төбесінен сызамыз. Ал балалар, мен сендердің столдарына мынандай барлықтарың үстелдердің үстіне мынандай алманың қиылған суретін қойып қойдым. Қазір сендер қызыл түсті карандаштарын аласыңдар да, тура осы алманың үстін бастырып тез-тез бояп шығуларың керек. Кәне, әдемілеп жылдам-жылдамдықпен бояп шығайық. Қызыл түсті бояп шығамыз алмамызды. Бояймыз. Оны отыр. Болыңдар ма? Кәне олай болса көрейік. Сендердің алмаларының ішінен қандай әріп шыққанын көрейікші. Қандай әріп шықты балалар? Бүгінгі өткен Т әріпіміз шығыпты. Ойынын ойнайық. Менің мына қолымдағы қолшатыр, жай қолшатыр емес, сиқырлы қолшатыр екен. Көрдіңдер ме балалар? Бұда тапсырмалары бар екен, әртүрлі ілінген. Қазір мен сендерге осы тапсырмаларды мен сендерді тақтаға шығарамын, сендер маған сол тапсырманы орындап берулерің керек. Суреттерді аласыңдар, сол суретті көрсетіп, менің сурет екенін айтасыңдар, сол сөзді буынға бөліп берулерің керек. Сендер буынға бөліп білесіңдер ме балалар? Өте жақсы. Маған ортаға Баян жасы, Мұхамеджан, келе ғой, Алинұр кел, Айсезім, мына жақтан Орали келе ғой. Екінші қатарда Айсұлтан келе ғой. Мен қазір қолшатырды айналдырамын. Сендер дөңгелек болып тұрыңдар, жан-жағына дөңгелек болып тұра қаламыз. Мен айналдырам, тоқтаған кезде бір суреттен алуларың керек. Жарай ма? Дайынбыз ба? Неше бала болды? 2 бала керек тағы да маған. Димаш шыға ғой. Баян, Нұржан кел. Болды. Ал, мына жағыма жартыларын тұңдар. Айналдырамыз, көзімізді жұмайық. Мен суретті айналдырамын. Тоқтаған кезде сендер бір тоқтады. Ал, бір суреттен ала қойыңдар. Көзімізді ашамыз, бәріміз бір суреттен. Міне, Баян. Жетті ме? Түзу қатарға тұра қалыңдар. Тез. Алдыға қарап
иә? Ал көп ала берсін шалынады ғой. Ал енді сендер мына жерге тұрыңдар да қандай ненің суреті екенін айтуларың керек және буынға бөлу керексің. Мына жерге тұра аласың. Әдемі болып тұра алайық. Ал суреттерін достарына көрсетіңдер. Айсесін, сен қолыңда не суреті? Айта ғой. Не суреті? Балапан дейді. Ал балапан сөзін буынға бөле қойшы. Неше буын бар екен? Жоқ, қателесіз. Қайтадан буынға бөл. Бар. Саны. Неше буын? Дұрыс. Ал көрсетемін, сен қолыңда Мұхамеджан не суреті? Шегіртке сөзін буынға бөле қой. Жоқ, буынға бөл. Қатты айтамыз. Ал Димаш, сен қолыңда буынға бөле қой тауық. Өте жақсы. Нұрали, үйрек. Буынға бөлші үйректі. Неше буын? Өте жақсы. Ал Баян, сенде үстел дейді. Неше буын? Дұрыс. Нұржан, ненің суреті? Кім біледі балалар? Айтыңызшы. Қаз. Қаз деген буынға бөлші. Жоқ, бөл қайтадан. Қаз. Неше буын екен? Біреу ғана. Буынға бөлінбейді екен, иә? Өйткені бірақ дауысты дыбыс ішінде. Ал Алина, сенде қандай ненің суреті? Буынға бөле қойшы. Өте жақсы. Айсұлтан, сенің қолыңда не суреті? Теледидар, қазақша сал. Буынға бөлші. Неше буын? Өте жақсы. Жарайсың. Рахмет сендерге балалар. Сендер буынға бөлуді үйретесіңдер. Рахмет, орнына бара қойыңдар. Ойнаймыз. Қазір мына шарды бір-бірімізге шынтақпен тез-тез беруіміз керек. Түсіндік па? Қолмен емес, шынтақ арқылы. Кәне, жылдам, тез бір-бірлеріне бере қойдар. Тез. Шынтақпен береміз, қолмен емес, шынтақпен. Қане, кім? Тез. Ал, тез қолмен ұстап, жалғастыр, Нұрай, Алинұр. Жақсы, рахмет, сендерге балалар, сендер өте жылдам етесіз. Сендермен сиқырлы әріптер деген ойын ойнаймыз. Менің үстелімнің үстінде әртүрлі әріптер шашылып жатыр екен, иә балалар? Солай ма? Қазір біз осы әріптерді өздерінің үйіне орналастыруымыз керек. Маған ортада келсін екі келе қойын. Нұржан кел, Нұрали, Раяна. Менің стол үстінен орнына әріптерден біреуін аласыңдар да, дауысты дыбыс болса қызыл үйге, дауыссыз дыбыс болса көк үйге орналастырамыз. Ал келе қой. Мұхамеджан кел, Талшын келе қой. Нұрым кел, Заңғар. Келе қой, Заңғар. Кел, мына жерден әріптерді аламыз. Өзінің үйге барып жабыстырамыз. Тағы да Нұрай алдыңдар? Оны орнына бара қой. Тағы да шықпаған Алинұр кел. Айсезім келе қой. Алинұр мен Айсезім. Жабыстырдыңдар ма? Жабысады, әдемі дұрыстап қойып қойды. Жабыстырдыңдар ма? Көмек керек бар? Әкеле қой. Мынаған жабыстырасың. Өте жақсы. Балалар, дұрыс жасады ма? Қане, тексерейікші. Балалар дұрыс бөліп берді ма бізге дауысты дауыссыз дыбыстарды, дұрыс па? Өте жақсы, жарайсыңдар. Үстіртті қою арқылы қандай сөз шыққанын бізге оқып беруге керек. Түсіндің бе? Дұрыстай қой. Жаның оқып, көңіл тұрсын, ал мен оқу керек. Дұрыс па балалар? Дұрыс айта ма? Өте жақсы, жарайсың. Рахмет, қолын шапалақтай.
тұрған сөздерді буындарын оқи ғой. Қазір жаным отыра ғой, балалар көріп тұрсын. Ал, оқи ғой. Оған аң қоссақ, қандай сөз шығады? Біз сөздерге дыбыстық талдау жасау білеміз ба? Дыбыстар нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді екен. Дауысты дыбысты қандай түспен белгілейміз? Ал дауыссыз дыбысты қандай түспен белгілейміз? Қателесіп кетіңдер. Дауысты дыбысты қандай түспен белгілейміз? Дұрыс. Дауыссыз дыбысты өте жақсы, дұрыс айтасыздар. Мұнда тақтада екі сөз ілініп тұр екен. Қазір біз осы сөздерге дыбыстық талдау жасауымыз керек. Маған ортаға Айболат келсін. Екінші сөзге Аслан келе ғой. Бірінші дыбыс. Бір дыбыстан тез. Мынау бірінші тұрған сенің қандай дыбыс, дауысты ма, дауыссыз ба белгілеуіміз керек. Сен аш. Қандай жабыстыра қойшы. Қандай мынау? Дауыс көрейік дұрыс. Оныңа бара ғой. Кел, Айсұлтан келе ғой. Сен бірінші қай мынау? Айсұлтан. Дауысты ма, дауыссыз ба? Белгілеу ғой, маңызды жабыстыр. Айсұлтан мынау екінші тұрған қандай? Мынау. Мынау дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз дыбыс дейді. Ал келе ғой, едіге келе ғой. Едіге мынау қай әріп? Мынау екінші тұрған қай әріп? Дауыссыз ба, дауыссыз ба? Дауыссыз деп айтып көру. Баянсұлу келе ғой. Баянсұлу. Дауысты ма, дауыссыз ба? Белгілей ғой. Алимон, сен ар жағында тұрған үшінші әріп қай әріп? Дауысты ма, дауыссыз ба? Белгілей ғой. Жоқ, мұны дауысты емес. Мұны дыбысы қандай? Белгілей ғой. Баян келе ғой, Талшын келе ғой. Келе ғой, Талшын, соңғы әріп қалды. Қай әріп Талшынның? Таңыры қай әріп? Қай әріп? Бізбен таныс болды? Дауысты дыбыс деген? Дауыссыз бекен? Өте жақсы. Т әріпін жаттап алыңдар. Сендерге бүгінгі оқу қызметі ұнады ма? Қане, ұнаған болса бас бармақ әдісі арқылы бүгінгі күнге баға бересіз сабақтармен. Жақсы ұнаса бас бармақты көрсеңіз, оны жоғары қарап тұрған көрсеңіз, ұнамаса төмен қарап тұрған көрсеңіз, қане көрейік, кімге қалай болды сабақ? Көрсетіңдер қолдарыңды. Ұнады ма? Раяна, саған ұнады ма?